Мына бізде инверсионный стол. Омыртқаны созуға, омыртқаның арасындағы грыжа болады, протрузия болады, дисктар езіледі. Соны нагрузканы азайтуға арналған құрылғы инверсионный стол деп аталады. Мен бұндай инверсионный столдарды көп істеткем реабилитация орталықтарында. Но мынау бұндайды мен бірінші рет көріп тұрмын. Бұл жерде мына құрылғы арқылы сіз өзіңіз басқарасыз. То есть мынаны біз кнопка арқылы толық көтеріп түсіріп отырамыз. Мына жерде аяққа фиксация жасалынады. Не тұр? Аяқты фиксаторлары жақсы екен, күшті, әдемі. Так, дальше пациент жатқаннан кейін мына көтеріле бар. То есть басқа адамның қажеті жоқ, персоналдың қажеті жоқ. Өзің аяғыңды фиксация жасайсың, мына кнопканы басасың, сонымен до конца көтересің, и сенде омыртқаның арасы ашылады. Қысылып тұрған нервтер, жаңа омыртқаралық диск, солар нагрузка түседі содан. Грыжа болса пациенттерде күнделікті осындай инверсионный столға созылсаңыз, ол симптомдарды жеңілдетеді және грыжаны емдеуде көмек көрсетеді. Енді грыжаны толық емдейді деп реклама жасайды, бірақ ол дұрыс емес, мен оған қосылмаймын. Ол аппараттардың барлығы грыжаны емдеуде қолданылатын инструменттердің бірі деп қарау қажет. Вот, пожалуйста, фиксация.